Сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болған чак-чак дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Керек заттар: жұмыртқа, мейіз, жаңғақ, ұн, сгущенка, май керек болады. Жұмыртқамызды алып, осындай қаттылау етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 5 минутқа тындырып, сосын жаю бастаймыз. Әдемілеп жаямыз. Жұқалау болу керек қамырымыз. Не видеода көріп тұрғандай жұқа болу керек. Өзіміз қалағандай пішінде етіп кетеміз. Мен осындай пішінді ұнатамын өзім. Не бәрін кесіп алдым, бір етіп. Не көріп тұрғандарыңыздай. Енді қызып тұрған майымызға салып аламыз. Азғантайдан. Не осылай тез-тез қозғап тұрамыз. Әйтпесе бір жағы қатты қызарып кетеді. Осылай қызарғанда ала береміз. Бұдан қатты қызарып кетсе, әдемі болмай қалады. Бәрін пісіріп алдым. Енді мейіз жаңғағымызды салып, сгущенкамызды құйып, араластырамыз. Осылай аударып, қолмен араластырмаймыз. Қолмен араластырсақ езіліп кетеді чак-чагымыз. Чак-чагымыз дайын болды. Міне, өте дәмді, жұмсақ, күшті болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болады.